Қараңыз, мынау егер мен өзімнің қалауларымды түсінбейтін болсам, значит мен өз-өзіммен байланысым жоқ деген сөз. Әлем сондай да, әлем сондай жаратылған, нақты кім өзінің қалауын біледі ғой, нақты конкретно. То есть нақты қалау деген кезде сен о жерге барғанда не безопасно болып жатыр. Сен айтып жатсың, мен о жақта қорқып жүріп жатырмын, мне напряженно дейсің, мен жайсыз және өзімді ауыр сезініп жатырмын деп тұрсың, иә? Қараш, дәл осы состояниені дене, ми күн сайын сезіне берсе, ол өзінің нақты қандай қалауы бар екенін қайдан біледі? Прикинь? То есть сен өмір сүресің, сен қазір қабылдамауың да мүмкін, кешірім сұрауың да мүмкін, үйіңе баруың мүмкін, барасың, окей, күшті, қосыласың қайтадан екеуің, бірақ сен қайтадан сол қорқып жүретін состояниеға, қайтадан сол напряжениеға, қайтадан жаңағы ауырлықпен жайсыздыққа кіресің. Түсіндірдің ме? Адам өзінің үйінде ол не болу керек? Адам өзінің үйінде максимально безопасно болу керек. Максимально безопасно. Енді бірақ сен өзің түсінбей тұрсың ғой. Мен түсінбей жатыр маған не керек екенін. Значит, маған қазір өзімнің ішімдегі бағанағы ауырлық, жайсыздық деген нәрсем бар, миымнан және денемнен не істеуім керек, шығарып тастауым керек екен. Мына нәрселер менде тұра берсе, бұл нейрондар терапия арқылы снимать етіледі. Жаңағыдай арнайы техникалар бар, солар арқылы снимать етіледі. Либо біз осы нәрселерді алып тастаймыз, содан кейін сен уже таза болып өзің үйіңе қайтасын, бір отбасын сақтап қаламыз. Либо сен қайтадан тура сол состояниеңмен қазір кете бересің да, состояниең осы түріңде. Қорқып тұрған түріңде, ашуланып тұрған, ренжіп тұрған түріңде барасың. Содан кейін барғаннан кейін не болады? Қайтадан бір айдан кейін қайтадан ұрысасыңдар, қайтадан басталады. Бағанағы круг, бағанағы жылдар бойы болып келе жатыр, неше жыл болды? Сол жылдар бойы болып келе жатқан нәрсе қайтадан өзінің кругына қосылады. И что у тебя получается? Сен ол кругтан шыққан жоқсың. Бір система манипуляции дейді да. Ойындардың арасында, милардың ойындарының арасында жүрсін, программалардың ойындарының арасында жүрсін. Біздің әйелдер не істейді? Олар былайша айтқан кезде өздеріне ақша қимайды ғой. Сен қазір өзіңе ойлауың мүмкін да, маған терапияға 35 000 теңгем жоқ, ойбай, мен менторствоға келе алмаймын, мен ол техникаларды ала алмаймын. Мен сенің миыңда өз-өзіңді шектеу болатын болса, то есть онда менің миым, мен қорқып жүрген, напряженно болып жүрген жерде қалғысы келіп тұр деген сөз. Жайдан жай ол болмайды, ол сен просто сол жерде қалғысы кеп тұр. Енді адам сол жерде қалғысы келген кезде ол 1000 причин придумывает, чтобы сол жерде қалу үшін, сол системада, сол играның ішінде, сол нәпсінің сол страдать етіп, мен жаманмын, мен қиналып жатырмын, мен страдать етіп жатырмын, көрдіңдер ма деп өзіне жалыс шақыру үшін көріп тұрсың ба, қандай игралар болады. И сен сол жерде қалу үшін ми сол жерде өзінің выгодасы болады да. Көрдің ба? То есть бұл жерде просто адам өзіне өзі шешім қабылдап қана үйрену керек. Мен мақсатым қандай? Отбасым сақтап қалу. Потому что мен балам бар. Или балаларым бар. Мен сақтап қалу. Мақсат айқындалды ма? Айқындалды. Не үшін сақтап қаласың? Потому что Алла тағаланың алдында мен күйеуіммен зина жасамай, жақсы өмір сүргім келеді. Мақсат айқындалды ма? Алла тағаланың жолында мен өз отбасымды сақтап қалғым келеді, дұрыс па? Салихалы әйел болғым келеді, дұрыс па? Окей, мақсат айқындалды. Енді мақсат айқындалғаннан кейін не істейміз? Әрекетке көшеміз. Әрекетке көшу үшін не жасау керек? Әрекет үшін саған Ақтидар психолог айтып жатыр. Давай дейді, осымен осынша терапияға келейік, осылай жасайық, содан кейін сен өз үйіңе қайтқан кезде жаңағы состояние сені жібереді просто. Денеңдегі напряжение жібереді. Егер де миың қарсыласатын болса, онда значит ол шыққысы кеп тұрған жоқ. Ол осы жерде жүргісі кеп тұр. Онда сен жаңа сұрадың ғой. Мен не істерімді білмей жатырмын, уже туда-сюда, әлі жүрмін, уақыт өтіп жатыр, уже 3 ай болды деп айтып жатсың, нормально, онда сол жерде жүре бересің, жақсы, окей, сол жерде қаласың сол. Тұрасың, пока сенің миың, сол қазір тұрған жерің бар ғой, сен белгісіздік болып отыр ғой. Сен белгісіздік болғаннан кейін қорқып жатсың ғой, ары қарай кетем ба, или осы жерде қап қоям ба деген белгісіздік қой. Осы белгісіздікте сен қаласың, пока сенің миың саған көнбегенше. Бұл жұмыс істеуге дайынмын, мен қанша ақша болса төлеуге дайынмын, мен жұмыс істеймін, бірақ мақсатыма барам. Либо миымның выгодасында қалам. Мен қазір Құрлай ханым сізге түсіндіре алдым ба?